Сәлеметсіздер ме, құрметті оқушылар? Мен Қапашева Қарлығаш Актаевна Үштөбе-Тірек мектебінің қазақ тілі мен әдебиеті пәнінің мұғалімімін. Бүгін сіздермен бірге оқу сауаттылығы бойынша ОБД-да кездесетін мәтіндермен жұмыс жасаймыз. Оқу сауаттылығы мектепте пән болып жүргізілмегенімен де сынақ тесттерден көріп жұмыс жасап жүрсіздер. Бұл жерде мәтінмен жұмыс беріледі. Мәтінде грамматикалық сұрақтар болмағанымен де басты сыналатын нәрселер мәтіндерді түсіну. Мәтіндерді түсіну үшін өте мұқият оқып, назарды шоғырландыра білген дұрыс. Мәтіннен тыс ешқандай да сұрақтар кездеспейді, қойылмайды. Барлық сұрақтардың жауабы сол мәтінде тұрады. Сондықтан да мәтінді мұқият оқыған абзал. Мәтінді оқымас бұрын балалар бірінші сұрақтармен танысамыз. Яғни бірінші мәтінде кездесетін сұрақтар. Бірінші, мәтіндегі ойға сәйкес келетін мақал мәтелді табыңыз. Көшерін жел, қонарын сай біледі. Мың асауға бір тосу. Ерді ел теңгерер. Жамандық көрмей жақсы болмас. Туған жердей жер болмас. Екінші сұрақты оқиық. Мәтіннің бірінші бөлімінде не туралы айтылған? Қыздар туралы, кітап туралы, аспап туралы, ән туралы, би туралы. Енді балалар біз арма қарай мәтінді оқимыз. Бірінші мәтін. Жиһангез өзінің қыпшағын еш уақытта тастаған емес. Қыпшағының қос шегі алыста қалған туған жердің шерменді үнін қозғап, өткен күндерді, албырт жас шағын, от басында тұрып ән салған қыпшақтың жас сұлуларының әсем әндерін, айлы түндердегі жер солқылдатқан сарбаздар биін еске салатын. Сондайда ол музыка жайлы кітабын бітірсе, туған жерін есіне түсірер, осынау сұлу сезімді мұңлы саздардан айырылып қалатындай боп қорқатын. Туған жерін еске алғанда оның көңілін ылғи жабырқау мұң басатын. Әсіресе соңғы жылдарда мүлде торлап алды. Туған жерін бір қиялмен шарлап келмей, көңілі орнына түспейді. Әрине, жер ортасынан асқан шақта ғұмырының жартысын білім қуып, жат өлкеде тентіреумен өткізген жанның көкірегінде болар табиғи сағыныш еді бұл. Енді балалар, мінекей қайтадан сұраққа келеміз. Бұл жерде көшерін жел, қонарын сай біледі деген нұсқаға сай айтылған жоқ. Мың асуға бір тосу. Бұған да сай, яғни мәтінде айтылған жоқ. Ерді ел теңгерер. Бұл сұрақта бізде мәтінде кездеспеді балалар. Жамандық көрмей жақсы болмас. Бұл сұрақтың жауабы мәтінде кездескен жоқ. Ендеше біздегі дұрыс нұсқасы балалар туған жердей жер болмас. Екінші сұраққа назар аударамыз. Екінші сұрақта да мінекей балалар қыздар туралы дейді, кітап туралы, аспап туралы, ән туралы, би туралы. Енді балалар осы жерде қарасақ, мінекей мәтіннің бірінші бөлігінде Жиһангез өзінің қыпшағын еш уақытта тастаған емес. Бұл жерде қыпшақ дегені Жиһангездің аспабы, яғни қос ішекті аспабы. Ал енді бізге бұл жердегі жаңа қыздар туралы мәтінде айтылған жоқ. Кітап туралы ол тек қана өзінің кітабын бітірсе деген сөз тіркесі ғана кездесті. Одан кейін бұл жерде ән туралы, би туралы, ол да бізде жаңағы әсем әндер, сарбаздар би деген сөз тіркестері ғана кездесті. Ал негізгі дұрыс жауабы бұл жерде жаңағы бірінші бөлімде аспап туралы айтылды. Ендеше дұрыс нұсқасы балалар аспап болады. Енді балалар біз келесі екінші мәтіннің оқымас бұрын сұрағымен танысамыз. Бұнда да мәтін мазмұнына сай тақырыпты таңдаңыз. Тату тәтті өмір, мысық пен тышқан, ұйқышыл мысық, жаңа дос, қулығын асырған тышқан. Екінші сұрақты назарда ұстайық. Тышқанның алаңсыз өмір сүруіне негіз болған жағдай. Ептілігі, шыдамдылығы, тапқырлығы, батылдығы, шапшаңдығы. Үшінші сұрақты тыңдайық балалар. Батыл, В. Айлакер, С. Өркөкірек, жалқау, мақтаншақ. Келесі соңғы сұрағымыз. Мәтін мазмұнына сай мақалды табыңыз. Жаздың жалғыз қаздың үні шықпас. Ежелгі дұшпан ел болмас. Досы көпті жау алмайды. Екі қошқардың басы бір қазанда піспес. Дерменде туған тышқан тарсылдан қорықпас. Енді балалар мәтінге келіп, мәтінді мұқият оқимыз. Жаңағы кездескен сұрақтарға жауап іздеу мақсатында. Бұрын бір тышқан болыпты. Ол өте ақ көңіл, достарымен тату екен.
Бірақ жаңа келген мысық оған тыныштық бермепті. Бір күні оның ұйықтап жатқанын көрген мысық байқамаған болып, жалпақ табанымен жаншып өтті. Шошынған тышқан орнынан қарғып тұрып мысыққа: "Мен ешқашан басқаларға жамандық жасаған емеспін. Сен неге маған өшігіп жүрсің?" дейді. Мысық тәкаппарлана: "Саған тышқан бол деген кім? Тышқан екенсің, жеуге тиіспіз", дейді. Оның түпкі ниетін байқаған тышқан содан былай сақтанып, бұрыш-бұрышта тығылып жүретін болыпты. Бір тәуірі мысық өте ұйқышыл екен. Басы жастыққа тиді болды, қорылдай кетіп, қанша оятса да оянбайды екен. Мұны білген ақылды тышқан ебін тауып, ұйықтап жатқан дұшпанның мойнына қоңырау байлап қойыпты. Сөйтіп жүрген сайын сылдырлайтын қоңыраудың арқасында алаңсыз ұйықтап, еркін жүретін болыпты. Енді балалар, жаңағы сұрағымызға келеміз. Бірінші сұрақта мәтін мазмұнына сай тақырыпты таңдаңыз. Бұл жерде балалар тату-тәтті өмір деген мүлдем айтылған жоқ, бұл өмір туралы. Одан кейінгі В нұсқасы да мысық пен тышқан. Енді бұл жерде мысық пен тышқан туралы айтылды, бірақ арман қарай тағы да нұсқаларды оқиық. Ұйқышыл мысықтың ұйқышыл екені айтылды, бірақ та тақырыпқа мәтін мазмұнына сай тақырып болғандықтан тағы да іздейміз. Жаңа дос. Бұл екеуі, мысық пен тышқан, ешқандай да достық қарым-қатынас жоқ оларда. Бұл жердегі балалар дұрыс нұсқасы, яғни мәтіннің соңында тұжырым ретінде келіп тұрған: қулығын асырған тышқан, яғни тышқанның өз қулығын асырып алаңсыз өмір сүргендігі. Келесі сұраққа: тышқанның алаңсыз өмір сүруіне негіз болған жағдай. Бұл жерде де балалар жаңағы мәтінде оқыдық: ептілігі, шыдамдылығы, тапқырлығы, батылдығы, шапшаңдығы. Ендеше бұл жердегі дұрыс нұсқасы ол тышқанның ептілігінен емес, оның жаңағы шыдамдылығынан емес, мысықтың өзіне көрсеткен зәбірінен, оның тапқырлығынан өзі алаңсыз өмір сүруге негіз болды. Яғни тышқанның мысықтың мойнына қоңырау байлағандығы, бұл оның тапқырлығы. Келесі үшінші сұраққа келсек, балалар, тышқанның дұшпанын анықтаңыз. Бұл жерде тышқанның дұшпаны қандай? Батыл ма, айлакер ма, өркөкірек па, жалқау ма, мақтаншақ па? Жаңа балалар мәтінде айтылды: тышқан, яғни басы жастыққа тиді болды, қорылдай кетіп, қанша оятса да оянбайды екен. Бұл жерде біз мысықтың қандай екенін көріп тұрмыз балалар. Бұл жерде мысықтың жалқау екені. Мінекей, келесі сұрақта мәтін мазмұнына сай мақалды табыңыз. Жалғыз қаздың үні шықпас. Бұл жерде жалғыздық туралы айтылған жоқ. Яғни ежелгі дұшпан ел болмас, досы көпті жау алмайды, екі қошқардың басы бір қазанда піспес. Келесі: диірменде туған тышқан тарсылдан қорықпас. Енді осы жердегі нағыз бізге керекті: ежелгі дұшпан ел болмас. Өйткені мысық пен тышқан ешқашанда дос болған емес. Сол сияқты ит пен мысық, мысық пен дұшпан бір-біріне дұшпан. Ендеше мінеки дұрыс нұсқасы осы В нұсқасы: ежелгі дұшпан ел болмас. Балалар, енді келесі мәтінге назарымызды аударайық. Қоңыр әулие үңгірі Шығыс Қазақстан облысы Абай ауданы аумағында Жаған өзенінің оң жағалауына орналасқан. Тау ішінде үңгір, ішінде көл бар. Сырт көзден әдейі жасырылғандай әсер қалдыратын осы көлдің емдік қасиеті өз алдына бөлек әңгіме. Жыл 12 ай еш адамнан босамайды. Бұл үңгір атауы Қабанбай батыр және Шәкер Әбеновтің Тоқтамыс батыр дастанында жиі кездеседі. Үңгір ішіндегі көлдің ұзындығы 25 метр, ені 10 метр, тереңдігі 1,8 метрді құрайды. 2000 жылдардың ортасында қазақстандық ғалымдар әлгі көлдің түбіне сүңгіп, көл астында көлемі 10-10 метр болатын қара қуыстың бар екенін және оның арғы жағы шегі жоқ теңізге жалғасып кететінін айтқан болатын. Енді балалар, сұраққа келеміз. Бірінші сұрақ. Жаңа біз мәтінді оқып алған себебіміз де бұл кішкене күрделірек мәтін болды. Сондықтан қазір мәтінге қайтадан оралуымызға да болады. Бірінші сұрақта үңгірді шетелдік ғалымдардың зерттеуі, яғни Қоңыр әулие үңгірінің ерекшелігі неде екені. Үңгір ішінде үлкен өзеннің болуы.
С. Үңгір ішіндегі көлдің емдік қасиеті. Үңгір атауының ондаған дастанда аталуы. Үңгірдің жайық жағасында орналасуы. Мінекей, балалар, енді осы жерде қазір мәтінге оралсақ, естеріңізде болар, жаңағы мәтінді оқыған кезде осы жерде не кездесті бізге? Яғни үңгірді шетелдік ғалымдардың зерттеуі туралы айтылған жоқ мәтінде. Үңгір ішінде үлкен өзеннің болуы дейді, ал үлкен үңгірдің ішінде өзен емес, көл бар екендігі туралы айтылды мәтінде. Бұл да дұрыс нұсқа бола алмайды. Үңгір ішіндегі көлдің емдік қасиеті. Үшінші жаңағы сұраққа осы жерде тағы да мінекей оқимыз. Үңгір ішінде, яғни көлдің емдік қасиеті бар болғаны туралы айтылды, балалар. Мінекей, үңгір ішіндегі көлдің емдік қасиеті, яғни бұл жерде адамдар емделетіндігі туралы мәтінде айтылды. Ендеше бұл бізде жаңа үшінші нұсқамыз дұрыс болды. Ал үңгір атауының ондаған дастанда аталуы туралы айтылған жоқ, ол дұрыс емес болды. Бұл жерде тек қана екі дастан туралы ғана айтылды. Одан кейін үңгір өзенінің жайық жағаласында орналасуы дейді. Ал бұл жерде үңгір өзені жайық емес, Шаған өзенінің оң жағалауында орналасқандығы туралы айтылды. Сонда мінекей, балалар, біздегі, яғни осы көлдің емдік қасиеті өз алдына бөлек әңгіме деп мәтінде мінекей осы сөйлем кездесті. Ендеше дұрыс нұсқасы, балалар, осы болды. Келесі екінші сұраққа қарайық. Мәтін мазмұны бойынша дұрыс ақпарат. Балалар, үңгір ішіндегі көлдің ұзындығы 35 метр дейді бұл жерде. Бізде мәтінде кездесті 25 метр екен туралы айтылды. Бұл да дұрыс нұсқасы бола алмады. Көлдің астында көлемі 20-да 10 метр болатын қара қуыс бар деп нұсқасы беріледі, бірақ көлдің астындағы көлемі мәтінде кездескен нұсқа 10-да 10 метр деген, яғни мінекей осы туралы ақпар мәлімет берілді. Бұл да бізде дұрыс нұсқа бола алмайды. Жыл бойы үңгірдің іші адамнан босамайды. Мәтінге назар аударсақ, балалар, мәтінде мінекей осы тіркес кездесті, балалар. Яғни жыл бойы, жыл 12 ай іші адамнан босамайды. Ендеше біздегі осы мәтіндегі, яғни дұрыс нұсқамыз С нұсқасы дұрыс болды. Келесі, үңгір Шаған өзенінің сол жағалауында орналасқан деген емес, Шаған өзенінің оң жағалауында орналасты. Көлдің ені 10 метр, тереңдігі 4-8 метр деп бізге нұсқа беріп тұр, бірақ та оны ені 10 метр болғанымен тереңдігі 1-8 метрді құрайды. Келесі, арман қарай, балалар. Келесі мәтініміз төртінші мәтін. Бұл жерде бірінші жаңа мәтінді оқымас бұрын сұрақтарына назар аударайық. Шәкіртіне берген білімін салыстыра көрсеткен зат: жапырақ, таразы, шүберек, уыс, орман. Екінші сұрақ, ғұламаның берген ақылы: ұстазына көмек, қолдау көрсету, ұстаздан білім алу, ақылын тыңдау, жапырақтардың түр-түсін білу, өзіне адал дос іздеу, көмектесу, өз бетімен іздену, еңбектену. Балалар, енді бірінші осы екі сұрақтың дұрыс жауабын іздеу үшін мәтінге ораламыз. Яғни мәтінде, балалар, мінекей, бізде жаңағы яғни мәтіннің тұла бойынан іздеген кезде мінекей, балалар, мәтіннен іздейміз. Күздің бір күнінде жасы жеткен бір ғұлама ғалымның жанына бір озат шәкірті келіп: айтыңызшы, ұстаз, өз іліміңіздің қаншасын бізге үйреттіңіз деп сұрайды. Ұстазы болса қолына күзгі жапырақтың бірнешеуін уыстап алады да: қалай ойлайсың, мына орманда жапырақ көп пе, әлде менің уысымдағы жапырақ көп пе деп сұрады. Шәкірт ормандағы сарғайған, түсіп жатқан сансыз жапырақтарға қарап тұрып: әрине, ұстаз, ормандағы жапырақ сіздің уысыңыздағымен салыстырғанда әлде қайда көбірек деді. Менің сендерге айтып үлгергенім уысымдағы бірнеше жапырақ қана, деді ұстаз. Қалғанының барлығын сендер өздерің ізденіп, еңбектеніп, ақылдарыңмен тануларың керек, деді.
Осының бәрін сіз неге ертерек айтпағансыз, деді шәкірті. Себебі ол сендерге ешқандай да пайда бермес еді. Ілім дегенді адам өз басынан өткізіп барып жинайды. Сендер ғұмыр кешулерің керек, ал сөз деген бар жоғы сыбдырлаған жапырақтардың шуы ғана, деп сөзін аяқтады ұстаз. Енді балалар, мінекей біз сұраққа ораламыз. Жаңағы бірінші сұрақта шәкіртіне берген білімін салыстырып көрсеткен зат не екен? Жапырақ, таразы, шүберек, уыс, орман. Бұл жердегі жаңа ең басында айтылды бізге, ол мәтіндегі жаңағы жапырақ екен. Яғни бұл жерде таразы туралы айтылған жоқ, шүберек туралы айтылған жоқ, уыс туралы айтылды, бірақ шәкіртіне берген ілімін салыстырып көрсеткен оның уысындағы жапырағы болды. Келесі нұсқада ғұламаның берген ақылы. Бұл жерде де балалар, мінекей ұстазына көмек, қолдау көрсету, ұстаздан білім алу, ақылын тыңдау, жапырақтардың түр-түсін білу, өзіне адал дос іздеу, көмектесу, өз бетімен іздену. Ендеше біз бұл жерде мәтіндегі жаңағы ұстаздың айтқан сөзі де бар, балалар. Мінекей, яғни өз бетімен ізденіп, еңбектенулерің керек деді. Қалғанның барлығын сендер өздерің ізденіп, еңбектеніп, ақылдарымен тануларың керек. Ендеше дұрыс нұсқасы осы болды. Келесі сұрақты оқимыз. Шәкірттің ұстазына қойған алғашқы сұрағы. Ұстаз, өз іліміңіздің қаншасын бізге үйреттіңіз? Уысыңызда қанша жапырақ бар? Мына орманда жапырақ көп пе, әлде менің уысымдағы ма? Осының бәрін сіз неге ертерек айтпағансыз? Жапырақтың сарғайып түсуінің мәні неде? Сұраққа қарайық, балалар. Шәкіртінің, міне осы жердегі сұрақтарды шәкірт ұстазына қойды, бірақ бізден сұрап тұрғаны шәкірттің ұстазына қойған алғашқы сұрағы. Яғни мәтінде мінекей алғашқы сұрақ, балалар, айтыңызшы ұстаз, өз іліміңіздің қаншасын бізге үйреттіңіз? Осы нұсқасы, мінекей балалар, алғашқы сұрағы осы нұсқасы болды. Дұрыс нұсқасы. Қалған нұсқалары мәтінде кездескенмен алғашқы сұрақты біз табуымыз керек. Соңғы сұрағымыз, балалар, ұстаз сөзінің түйіні. Ізденген жетер мұратқа, саналы адам сағыңды сындырмас, өнерлінің өрісі кең, ақыл жастан, асыл тастан, өз ақылын шамалаған қор болмас. Мінекей балалар, мәтіннің түйінді ойында да бұл жерде, яғни алдындағы жаңағы нұсқаларға келетін болсақ, ол жерде де мәтіннің жаңа ізденген жетер мұратқа деген, яғни бұл неге сай, түйінді ойға сай айтылған жоқ. Саналы адам сағыңды сындырмас, яғни адамның ақылдылығы, жаңа парасаттылығы туралы сөз қозғалған жоқ. Өнер туралы мүлдем бұл жерде айтылған жоқ. Ал ақылдың жастан, асылдың тастан шығатыны туралы да бұл жерде айтылған жоқ, балалар. Сондықтан да біз бұл нұсқаларды, яғни дұрыс деп санамаймыз. Бұл жерде өз ақылын шамалаған қор болмас дейді. Мінекей, сендер ғұмыр кешулерің керек. Ал сөз деген бар жоғы сыбдырлаған жапырақтардың шуы ғана дейді. Яғни ілім дегенді адам өз басынан барып өткізіп жинайды дейді. Ендеше дұрыс нұсқасы өз ақылын шамалаған қор болмас нұсқасы. Балалар, енді бүгінгі сабағымыз аяқталды. Келесі кездескенше сау саламат болыңыз.